14-ші сабақтың жалғасы. Грамматика. Сын есімнің шырайлары. Заттың сыны мен сапасы үнемі бір дәрежеде бола бермейді. Мысалы, ақ, ақшыл, ақшылтым, ақтау, өте ақ, немесе көк, көкшіл, көкшілтім, көгілдір дегенде ақ, көк түстері әртүрлі дәрежеде қолданылып тұр. Осы сияқты заттың сынының әркелкі дәрежеде болуын шырай деп атаймыз. Шырай деген сөздің мағынасы өң, түр, кейіп, көрік, ажар, тағы басқаны білдіреді. Сонымен, бір түрлі түр мен түстің, сана мен белгінің, иіс пен дәмнің әрқилы реңдерін шырай деп аталады. Мысалы, ақ, қара, қаралау, көгірек, сұп-сұр, жақсы, жаман, тәуір, жақсырақ, жаманырақ, тәп-тәуір, үлкен, кіші, ауыр, жеңіл, үлкенірек, кішірек, ауырырақ, жеңілірек, тағы басқа. Сын есімнің 4 түрлі шырайы бар. Жай шырай, салыстырмалы шырай, күшейтпелі шырай, асырмалы шырай. Заттың жай белгісі түрін, түсін, сапасын, көлемін, салмағын, аумағын, иісін, дәмін, тағы басқа көрсететін белгіні жай шырай деп атаймыз. Мысалы, биік, жақсы, ақылды, өнімді. Жасалу жолы ешбір қосымшасыз түбір және туынды сын есімдердің өзінен жасалады. Келесі салыстырмалы шырай. Бір заттың сындық белгісін екінші затпен салыстырғанда кем не артық екенін білдіретін шырайдың түрі. Жұрнақтары: ырақ, ірек, рақ, рек. Лау, леу, дау, деу. Тау, теу. Қыл, ғылт, қылт, ғылт, ғылтым, тым, шыл, шіл, қай, аң, шылтым, шілтім, ғыш, ілдір, ша, ше, қай. Мысалы, ауырырақ, жақсырақ, кішірек, қызылдау, жылылау, кішілеу. Ақшыл, көгілдір, бозаң, қоңырқай, ұзынша, сарғыш, қышқылтым. Күшейтпелі шырай. Белгілі бір сындық белгінің бір нәрседен өте артық не өте кем екенін білдіретін шырайдың түрі. Мысалы, сап-сары, жап-жарық. Жасалу жолы. Негізгі сын есімдердің алдынан күшейткіш буынның қосарлануы арқылы жасалады. Келесі асырмалы шырай. Белгілі бір сындық белгінің бір нәрседен аса артық не аса кем екенін білдіретін шырайдың түрі. Мысалы,
өте жарық, тым ауыр. Жасалу жолдары. Сын есімнің алдынан күшейткіш істеулердің тым, өте, ең, нағыз, орасан, кілең, аса, тағы басқа тіркесіп келу арқылы жасалады. 4-ші тапсырма. Төмендегі сөз тіркестерін орыс тіліне аударыңыздар. Сын есімнің шырай түрлерін ажыратыңыз. Жас адам, жуас жігіт, жас қыз, жас ет, жас дәрігер. Ақ халат, ақ көйлек, ақ сүт, ақ нан, ақ қағаз. Ұзын қарындаш, ұзын мойын, ұзын көйлек, ұзын аяқ. Жақсы бала, жақсы оқушы, жақсы кітап, жақсы тамақ, жақсы етік. Көк қарындаш, көк көз, көк көйлек, көк дәптер. Ыстық су, ыстық күн, ыстық тамақ, ыстық сүт. 5-ші тапсырма. Мәтінді оқып шығып, салыстырмалы шырайдың жасалу жолын айтып беріңіз. Қара ойға қарағанда сұлу төбе бойшаңырақ. Ниет қабылдың отша жанған сәл кішілеу қара көзі тесіле қарады. Өзгелерінен гөрі сергектеу ыбыраш түскі ұйқыдан жеңіл оянды. Жігіттің бетіне ажар кіріп, ақшылдау жүзі алқызылдана бастады. Дымқыл шалғынның арасында, бозғыл тұманның ішінде барлаушы бала да көрінбейді. 6-ші тапсырма. Төмендегі сын есімдерді қазақ тіліне аударып, салыстырмалы шырай жасаңыз. Үлгі, үлкен, үлкенірек, кіші, кішірек. Большой, маленький, прямой, кривой, пожилой, молодой, широкий, далекий, худой, короткий, длинный, высокий, горячий, холодный, твердый, мягкий. 7-ші тапсырма. Берілген сөйлемдерді оқып, аударыңыз. Менің әріптесім сенен биігірек. Меніңше мына жігіт жалқаулау сияқты. Қарындасымның бойы менің бойымнан қысқалау. Баласының жасы әкесінің жасынан кішірек екен. Мен кезекте толықтау апайдан кейін тұрдым. Апай маған ыстығырақ шай керек. Манат Айдостан аласалау екен. Қорытынды. Төмендегі сұрақтарға жауап беріңіздер. Бүгінгі өткен тақырыбымыз қалай аталады? Қандай қазындылар мен металл рудалары өнеркәсіптің техникалық дамуына және еліміздің экономикасы мен қорғаныс қабілетін нығайтады? Екінші сұрақ. Халық шаруашылығын шикізаттармен қамтамасыз ету үшін не қажет? Үшінші сұрақ.
Пайдалы қазындылардың жер қойнауында жатыс жағдайлары және сапасы мен қоры нелер арқылы анықталады? Төртінші сұрақ. Қандай кендерді бұрғылау арқылы анықтауға болмайды? Бесінші сұрақ. Бұрғылау скважиналары негізінен нені барлау үшін қолданылады? Алтыншы сұрақ. Полиметалл қазындылары және сирек кездесетін асыл рудалар қандай тәсілмен барланады? Үйге тапсырма. Мәтіннен тау-кен саласында қолданылатын сөздер мен сөз тіркестерін теріп жазып, олармен сөйлемдер құрастырыңыз. Үлгі: кен кәсіпорындары, сирек металдар, минералдық отын, сапасын анықтау, кеннің қоры. Екінші тапсырма. Туған жер, еңбек туралы мақал-мәтелдерді жазып, аударып, жаттап алыңыз. Келесі тапсырма. Мәтінді оқып, мазмұнын айтыңыздар.